Hello everyone, how are you? I think you are super happy. Let's start our lesson. What day is it today? Today, бүгінгі апта күні қандай? Бүгін сейсенбі, it's Tuesday, and the second day of the week. What date is it today? Today is 7th of April, yes? Okay, today's theme, water, water, everywhere, water. Бүгінгі тақырыбымыз су, табиғат жайында. Бұл тақырыпты неге сіздермен өткен 90-ның соңында қайталап өткен болатынбыз, себебі ескертілгендей, бұл жерде кішкене күрделі грамматикалық шақтар бар. Сол себепті тағы бір рет қайталап тиянақтау үшін бүгін тағы бір рет жаңа сөздермен және шақтармен танысатын боламыз. Okay, what is the weather like today? Бүгінгі күні ауа райы қалай? It is cloudy. Maybe rainy or windy or sunny. Yes, well done. Today is sunny. Yes, it's sunny today. Бүгін күн шуақты. Yes, күн жылы. Okay. We start our lesson with our book, Pupils book. Кітабымыздан бастаймыз. On page 96. 96. Today we learn new words. Жаңа сөздерді. Сөздікке жазылған болса дәптерлерінде ештеңе етпейді. Бұл қайталау болады, яғни сендерге, және тағы бір рет шақты қайталап өтетін боламыз. Мен артынан тағы бір рет қайталап, есімізге түсіріп, білмейтін сөзімізді қайта жаттаймыз. Let's start. Get wet. Су болу, сулану, я? Surf, surfing жасау, surfingмен айналысу. Pool, бассейн. Water ski, су шаңғысы. Dive, diving жасау, яғни сүңгу деген сөз. Sail, кемемен жүзу, немесе қайықпен жүзу. Swim, жүзу, шомылу деп айтамыз. Fishing, балық аулау. Қараңдар, fish, балық, ing қосылып еді, балық аулау болып кетті. Окей. Енді жаңаға айтып кеткен сіздерге күрделі тақырыбымыз present continuous tense. Осы шақ, яғни дәл қазір істеп жатқан іс әрекетіміз. Қазір не істеп жатырмыз? Мен сабақ беріп жатырмын. Сіздер мені тыңдап отырсыздар. Мысалға, анамыз тамақ жасап жатыр. Дәл қазір не істеп жатамыз? Соны біз present continuous tense деген шақта қолданамыз. Яғни мына жерге таблицаға қарасаңыздар, дәл уақыт, көкпен белгіленіп тұрған уақыт, present, қазіргі шақ деген сөз, дәл қазіргі болып жатқан іс әрекеттерді айтамыз. Past деген өткен шақ. Future келер шақ, яғни өткен, кеше болып кеткен іс әрекеттермен енді ертең болатын іс әрекеттер арасында біздің осы шағымыз бар, я? Дәл қазір мен сөйлеп жатқаным, я, қазір кітап оқып отырғандарың, дәптерде жазып жатқандарың, дәл қазір іс әрекетті біз present continuous tense дейміз, және бүгін соны қолдану жолдарын тағы бір рет үйренетін боламыз. Қазіргі болып жатқан іс әрекеттер туралы. Present continuous жасалу жолын қысқаша түсіндіріп өтейін. Бізге есімдік керек. Бірінші сөйлем басында міндетті түрде есімдік болады. Ол мен, сен, ол бала, ол қыз, ол зат, біз, сендер олар, я? Және to be, ағылшын тілінде осы шақтың to be үшке бөлінеді. Am, is, are. Олар am, is, are. Олар өзгермейді осы шақтың to be. Және етістігімізге кез келген етістіктің түбіріне int деген жалғайды екенбіз. Мысалға read, оқу, reading, оқып жатыр. Енді жаңағы есімдіктерді мен үш
to be'дің түріне топтадым. Бұлар өзгермейді бұл заңдықтар. Яғни am тек қана I, маған ғана қолданады. I am watching TV. Watch есімдіктің түбірі көру, ing көріп жатырмын. Мен теледидар көріп жатырмын қазір. Is to be етістігі is тек қана ол бала, ол қыз, ол затқа ғана қолданады. Яғни he is, she is, it is. Looking nice at this moment. Look етістіктің түбірі көріну деген, ing көрініп тұр. Ол бала қазір жақсы көрініп тұр. Және are соңғы көпшеге қолданамыз. Бұл to be етістігіне тоже ешқандай өзгеріссіз. We are, they are, you are. Playing football. Біз футбол ойнап жатырмыз. Play ойнау, in қосып едік, ойнап жатырмыз деген сөз шықты. Енді жаңағы өткен жаңа сөздер арасындағы етістіктерді қосып көрейік. Get, ing, getting wet. Get wet су болу деді, getting wet су болып жатырмын. Sail кемеде жүзу, sailing кемеде жүзіп жүр. Water ski in қосып едік, су шаңғысымен айналысу. Мысалы, I am getting wet. Менің үстім су болып жатыр. He is sailing. Sailing. Getting. Ол бала кемеде жүзіп жүр. Енді қазір маған what are you doing? Сен қазір не істеп жатырсың деген сұраққа 2-3 сөйлеммен жауап берсеңдер болады. Яғни бұл жерде қарап тұрсаңыздар, жаңағы to be етістігі қойылады, және қарамен жазылған сөздер ол етістіктер не істейді деген сұраққа жауап беретін сөздер, яғни оларға ing қосымшасы жалғанады. Мысалы, Paul кім? Ол бала. Сондықтан да is қолданылған. Water ski су шаңғысы, ing қосылды. Paul су шаңғысымен айналысып жатыр деген сөйлем шықты. Келесі олар кемеде жүзіп жүр деген сөз керек. Өйткені sail деген етістік берілген бізге. They, am, is, are-ның a-сын қолданамыз, өйткені олар көп. They are sailing. The dolphin is looking at you. Дельфин саған қарап тұр. 7-ші және 8-ші тапсырмаларды орындауға тырысамыз. Егер кітаптан орындалған болса, жаңағы мен қойған сұраққа 2-3 сөйлеммен жауап берсеңіздер болады. Қазір не істеп жатырмын? Анам жаңағы тамақ істеп жатыр, әкем үйдің жұмысын жасап жатыр, немесе жаңағы гүлді суғарып жатыр деген сияқты. Немесе бүгінгі жаңа сөздермен, мен серфингмен айналысып жатырмын, мен жүзіп жатырмын, мен балық аулап жатырмын деген сияқты сөйлемдер келтіріп тапсырманы орындасаңыздар болады. Activity book'тан 70-ші беттегі мына тапсырманы yes, no жазып шығады, және мына 2-ші тапсырманы орындаса болады. Тоже стикпен X қойып шығады. She is surfing. Ол қыз серфингмен айналысып жатыр. Суретке қараймыз, жоқ, яғни X қоямыз. Ол қыз не істеп жатыр? Балық аулап жатыр. She is fishing. Осындай жолмен сіздің үйге тапсырмаларыңыз осы. Good luck, see you later.